Бүгін Монғолия қазақтарының ұн қуырдағын дайындаймыз. Алдымен жұмсақ етіп ұн илеп аламыз. Қамыр біркелкі болу үшін біраз уақытқа тындырамыз. Осы уақытта етін дайындаймыз. Май құйып, етін саламыз. Оған пияз салып, ақырын отта жайлап қуырамыз. Үстіне тұз салып, біраз уақытқа суы тартылғанша бетін жауып қоямыз. Ол үшін оттың асты ақырын болу керек. Үстіне сәбіз салып, тағы да біраз уақытқа қуырып шығамыз. Суы құйып 15 минуттай қайнатамыз. Тынған қамырымызды екіге бөліп, жақсылап жаямыз. Жайылған жұқа қамырды лаваш сияқты ыстық табаға кептіріп аламыз. Барлық кепкен жаймаларымызды осылай кеспе сияқты кесіп шығамыз. Кеспені қайнап тұрған еттің үстіне саламыз, яғни суы тартылған соң шыжылдай бастайды. Сол кезде қуырдағымыз дайын болды деген сөз. Бетін желпіп, жақсылап араластырып, қонаққа ұсынамыз.